Сәлем! Сәлем достар, бүгін бізде Ақбибі подкаст жобасының кезекті қонақтары The Musical Show республикалық фестивалінде жеңіске жеткен симфония тобы. Өздеріңізді таныстыра өтсеңіздер. Біздің топтың аты симфония және біздің тобымызда 9 оқушы және бір жетекшіден құралған. Біздің әр топтағы мүшелеріміз мектептегі белсенді, үздік оқушылар деп айта аламыз. Біздің топтың ерекшелігі, біздің топта әр мүшенің өзінің атқаратын қызметі бар. Ол жөнінде Ақбибі нақтырақ түсіндірсе. Бізде осы симфония тобының өнеріне байланысты продюсер ол бізде Жеткерген Ернат. Одан кейін бізде әзілге жауапты және барлық ойындарға жауапты. Біздің көңіліміздің қызықты өтуіне, жалпы осы жарысқа байланысты мәселелердің барлығын бізде Амантай Нұрай шешеді. Одан кейін зерделі, бұл бізде Ең басты аспазшы. Одан кейін бізде импровизацияның көкесі және барлық команданың вниманиесін алатын, ол бізде Саматұлы Әнуар және біздің қамқоршымыз джентльмен Әбіләш Дінмұхаммед. Біздің қойылымның биіне жауап беретін, яғни хореограф ол бізде Сабырқызы Жазира және біздің гитаристіміз Әкімбай Азиза, ал сол гитараға жауап беретін Сәбит Нұржан. Ең алғашқы сұрақ ол бізде симфония командасы қалай құрылды және басында қандай мақсат болды? Ең алдымен осы мектеп әкімшілігінен осы байқауға қатысу туралы ұсыныс келген болатын. Алдымен оқушылар үйінде, аудандық оқушылар үйінде осы The Musical Show республикалық кезеңінің аудандық кезеңі өткізілген болатын. Ол жерде бізде 6 команда қатысып, 6 команданың ішінен осы оқушылар оза шауып, жүлделі бас жүлдені алып, біз облыстық кезеңге жолдама алған болатынбыз. А сынып оқушылармен кездесіп, алдымыздағы ең үлкен мақсат бас жүлдені алу болғанбыз. Оқушылардың бұл жерде айта кететін сенімі мол болды, өйткені 3 күн ғана уақыт болса да 3 күнде дайындалып, біз қалайда бас жүлдені аламыз деді. Мен өзім сенбесем де оқушылардың мотивациясы мені алдыға жетеледі. Республикалық кезеңге дейінгі жолдарыңыз қандай болды және қандай қиындықтар кездесті? Ең алғашқы қиындық ол бізде аудандық кезеңнен шыққаннан кейін болды ғой. Аудандық кезеңге дейін біз күшті дайындалып, 3 күннің арасында біз дайындалып, сол бас жүлдені алып, одан кейін бір апта қалған кезде, республикалық кезеңге бір апта қалған кезде біз жолға дайындалған болатынбыз. Чемоданымызды жинадық, пойызға билет алдық, тамақ алып, сөйтіп дайындалып жүрген кезімізде. Табиғаттың апаты айтып келмейді демекші, барлық республика көлемінде болған шығар ол апат. Бір күнде ауылымыз, ауданымыз, табиғатымыз жермен жексен болды. Себебі барлық тоқтар үзілді, үйде жарық жоқ, жер тайғақ болды, мұз жауды, аралас. Ертесіне ауыл уже адам танымастай өзгеріп кетті. Бірақ сонда да біздің үмітіміз өшпеді. Оқушылардың үйіне барып үздіксіз хабарласып отырдық. Ол республикадан да бізге сіздер жарыс болады, ешқандай қиындық жоқ деп барлығымыз сол алдады. Барлығымыз сол кезеңге қатты дайындалғанбыз. Сол республикаға дайындалып жүрген кезде ауылымызда свет өшіп қалды. Апаймен мүлде хабарласа алмадық. Свет жоқ, свет жоқ. Ауылымыз полный. Хабарластық. Апай күніне 10 рет апай үйге келіп тұр. Барамыз, бармаймыз, барамыз, бармаймыз деп бүкіл желаниеміздің бәрі қашып кетті. Сосын келесіде барамыз деген кезде бармаймыз деп ойладық. Бармай отказ бере саламыз ба деп ойлағанбыз. Солай табиғат апаты бізде бір аптаға созылды. Бір аптадан кейін бізде 10 наурыз күні тағы да хабар келді. 15-16 наурызда референдумның кезінде республикалық кезең өткізілетіні жөнінде бізде үлкен чат ашылған республикалық кезеңге қатысушылардың. Сол жерде 17 облыстан жетекшілері қатысып, жолға дайындала беріңіздер деген бізге ұсыныс келді. Солайдан қайтадан оқушыларды жинап, ата-аналармен хабарласып, осы жерде осы тобымның таңдағаннан қателеспеген жөнінде тағы да бір айта кетсем болады. Өйткені ата-аналар екінші осындай жағдай болса да, ол сенің кінәң емес табиғаттан деп барлығы қолдап, жарысқа сәттілік тілеп,
барады Екінші оқушылар, мүмкіндіктерді. ешкім қалмайды деп барлық оқушыға, барлық ата-ана қолдап, және де демеуші де жалғыз ата-ана өздері есебінен барсын, ел көрсін, жер көрсін, сіздер орын алсаңыздар да, алмасаңыздар біз сіздермен біргеміз деген сондай үмітпен жолға шығатын болдық. Алайда бізде тағы да кедергі уақыты өзгеріс болды. Сонымен нақты 13-14 наурызда болады. Билеттеріңізді ала беріңіздер. Осы тұста 2 рет билет алып, 2 рет билет өткізіп, қанша шығынға ұшырадық. Бірақ сонда да бар үміт бізде республикаға барамыз, оқушылардың қайтсек те апай орын алып қайтамыз деген нық сеніммен 13 наурыз күні біз жолға шықтық. Келесі сұрақ, бізде екінші орын алу сіздер үшін жеңіс пе, әлде мотивация ма? Біз үшін екінші орын бұл бізге үлкен жеңіс деп айта аламыз. Өйткені республикадан екінші орын алған әрине оңай іс емес. Бірақ біз ішімізде, тесігімізде бірінші орын аламыз деген ой болған. Бірақ тәуекел. Келесі жылы алып қаларымыздар. Құдай қаласа. Жеңіс қана деп айтуға келмейді, бұл бізге мотивация болды. Біз бұл жолы екінші орын алғанымызбен келесі жылы сол қалаға қайтадан барып, бірінші орын аламыз деген үміттеміз, ниеттенеміз солай. Иә. Келесі сұрақ, ол бізде сахнаға шығар алдындағы сезімдеріңіз қандай болды? Негізі мен көп жарыстарға барып жүрмін, бірақ бұл жарыс ерекше болды. Өйткені үлкен республикалық жарыс болғаннан кейін кішкене қобалжыдық, бірақ әйтеуір мойым атық қой. Мен басында аудандық кезінде өз сөзімді, яғни ұмытып қалған тұғынмын. Сондықтан республикаға Жезқазған қаласына барған кезде мен тағы да сөзімді ұмытып қалам ба деген менде бір қорқыныш болды. Бірақ сол Нұрай ұмытып қалған кезде команда жалғастырып, кішкене қателік болсын, білінбей кеткен болатын. Одан кейін бізде бірақ республикада Димаш сөзін ұмытып қалып. Ұмытып қаламыз оғанда. Мен енді жалпы балдар тез айтып шықты, ақбибі келесі бөлмеге барып киініп келу керек болды. Сондықтан да үлгере алмаймыз бе деген оймен аздап басқа ойға кіріп кеткеннен кейін менің шығатын кезегім келгенде мен ойымды ұмытып дұрыс жеткізе алмай қалдым да. Шатастым. Сол қойылымның алдында мен айтқан болатын, сөздеріңді ұмытпай, бірақ жай айтыңдар, мен киініп үлгермей қалам. Яғни 30 секундтың немесе 1 минуттың аралығына мен киініп үлгеріп, сол биге қатысуым керек болған. Осы республикалық кезеңде қандай қиын сәттер немесе қызықты сәттер болды? Қызықты сәттер ол көп қой. Пойызбен баратын болғаннан үлкен командамен тем более баратын кезде көп қызық болды. Апайдың бізге ұрысқаны, Пойыздың ішінде өзі қызық қой. бүкіліміздің аузымыз беріп болғаннан кейін әбетте бос отты, кешке қарай тамақ ішеміз. Түнімен оны ойнаймыз, карта ойнаймыз десе. Әйтеуір сыныпымызбен бірге барған біз үшін. Сыныппен барған өте қызық болды. Негізі біз сол отмена болған сайын біз бармаймыз деп ойладық. Бірақ сол баруымыздың ең басты себебі ол орын алу ғана емес. Мен жеке өзімнің баруым ол сол пойыздағы қызықтар үшін барған болатын. Және ол ақталды. Одан кейін бізде тағы бір қызық, сол Ұлытау облысы Сәтпаев қаласына барған кезде кешкілік уақытта біз апаймен бірге киноға баратын болдық. Жаңадан ашылған кинотеатрға. Сол қызықты айтып берсеңдер, кім айтады? Дала бізде Ұлытау облысы өте қатты суық болып жатты. Ол кезде ауа райы, сол кезде біз яғни жаяу неге бара жаттық? Кинотеатрға бара жатқан кезде Кинодан билет алып қойдық. Кинода билет алып қойдық. Өстіп остановкада тұрған кезде біз өтіп бара жатыр едік. Мимо қасымыздан бір адам келіп, жерге құлай, және оған біздің балдар тоқтап, сөйтсе ана адам жай ғана алқаш болған екен. Көмектескісі келеді, ана адам ауырып құлап қалған шығар деп. Димаш пен Жазира өте мейірімді адам ретінде көмектескісі келіп қасына барады, бірақ апай бізге айтады, бармаңдар деп. Яғни ол жақта бір адамға көмектесу немесе басқа қаладан барған соң өте қорқынышты нәрсе болып табылады. Яғни сол жала жабылып жіберу мүмкін, сол адам бірдеңе болып қалса бізден көруі мүмкін деген секілді. Сондай жағдаяттар туындауы мүмкін. Сондықтан да бізге ескертілді, бірақ біз көмектескіміз келді десе. Сосын апай бізге ұрысты үйге барған соң. Сосын менің рұқсатымсыз еш жаққа шықпайсыңдар деп. Біз жаңағы пәтерге келіп орналасқан кезде бізде ваннада есіктің қасына тұратын
ағаш өте осал тұрған, біздің ұлдар оны жөндеймін деп ұра берген, сөйтіп ар жағынан кафель бірақ шыққан. дұрыс қой Сөйтіп ол ол кафельді біздің ұлдар өте пысықпа жинап қойған, оны біз білмедік, қыздар апай да білмеді. Сөйтіп автобустан вокзалға қарай бара жатқан қайтатын кезде бізге үйдің иесі клининг шақырған, үйдің иесі клининг шақырған, сөйтіп бізге видеоны көрсетті. Сөйтсе кафельді сындырып тығып кеткен деген ұрыс естіп алдық. штраф төлейсіңдер деп, Штраф төлейсіңдер. милицияға айтамын деп. Және оны бізге сындырғандар жауап берсе. мен Сол тарихын айтасыңдар. душтан шығып жатқан кезде бүйтіп есікті жабамын, сол кезде анау Қалып кетеді ғой. несі жанында тұратын құлайды, сосын тұрамын да оны бүйтіп басып не істеймін деп қайтадан салып қоямын деп бүйтіп несі итеріп қоямын, ана ар жағында бірдеңе тарт етеді сөйтіп кіріп қалсам мынау жаңағы кабельдерді жинап отыр, еще артын сыпырмай кеткен ғой, жер топырақ. Осындай өте қызықты сәттер болды, яғни барлық жерде косяк жасап жүрдік негізі, бірақ апайдың арқасында ма білмеймін, тыныш қайттық. Жарысқа неше команда қатысты және мықты қарсыластарыңыз болды ма? әрине болды. Жарысқа әр өңірден жалпы 12 команда келді. Қарсыластар қиын қарсыластар болды әрине, бірақ солардың бәрінен оза шауып біз үлкен жетістікке Екінші жеттік. орын алдық, иә. Соның ішінде Ұлытау өңірінің өзінен кем дегенде 2 команда қатысты. Біз ойладық әрине, олар бас жүлдені алып кетеді, бізге ешқандай нан жоқ деп. Ең басты қарсыластарымыз ол бізде Иә. Семей өңірінен болды, яғни Абай облысы. Солар бірінші орын алды, біз Жалағаш Қызылорда облысы екінші орын алдық, үшінші орында сол Ұлытау облысы алды. Бәрі әділ өтті деп есептейміз. Есептейміз, иә. Мектеп оқушыларына, жалпы осындай жарыстарға қатыспайтын оқушыларға қандай кеңестер берер едіңіздер? Ең бастысы өздеріңізге сенімді болғандарыңыз үшін, және де алған қойған мақсаттарыңызды, яғни аламын деген орындарыңызға Кедергісіз бару керек. Кедергісіз яғни бару керек. шығармашылық жұмысқа, қоғамдық жұмыстарға негізі барлық оқушылар қатыса беру керек деп ойлаймын. Оның бағасы жоғары болсын, төмен болсын, оған еш қысылмай қатыса беру керек. Еш қысылмай, ұялмай бара беру керек. Яғни осы бізде жыл сайын, ауданда жыл сайын осындай театр ұйымы болады, жарыстар болады, біз соларға қатысып келеміз, яғни осы республикаға шығып тұрған осы жыл ғана бізден. Яғни сол шыңдалып ең алғаш рет республикаға шығып орын алғанымыз осы ең бірінші рет, ең алғаш рет. Тұйық болудың да керегі жоқ. Одан сіз мысалы қазақта да мақал бар. Ойшыл ойланам дегенше тәуекелшіл ісін бітіреді дейді. Сол үшін де тәуекел етіп қатысып көру керек. Сіздерге басты мотивация беретін және шабыт беретін адам кім? Ата-ана. Одан кейін бізді 9 баланың 9 түрлі мінезін көтеріп алып барған, біздің қауіпсіздігіміз үшін өз Басына өз мойнына жауапкершілікті алған. Салтанат апай. Иә. Салтанат апай. апайымызға, жетекшімізге көп рахмет айтамыз. Егер уақытты артқа қайтара алсаңыздар, нені өзгертетін едіңіздер? Әркім бір мысалдан айтып өтсе? Тағы да осындай күшті қойылымның бір-екі Идеялар десей. Бірінші орын алуға ары қарай жүйелі дайындалып, өзіміздің өнерімізді толыққанды дайындасақ. Шыңдайтын едік. Иә, шыңдайтын едік. Немесе сөзден қателеспейтін едік. Иә, сөзімізді дұрыстап жаттайтын едік. Одан Еш кейін қобалжымайтын едік. апайды ашуландырмайтын едік. Асықпайтын едік. Сәтбаевқа барған кезде бірден оқушылар үйіне барып, бірінші сахнаны көріп алып, сосын киінетін жерлердің барлығын көріп алып, сол жерге дайындалып көретін едік. Ең алғашқы күні барған күні ақ сол жерде. Бәлкім сол жерде біз бірінші орын алар ма едік. Одан кейін Нұрай форма өтек демейтін еді. Біз сосын көп продукт апардық айтпақшы. Сол продуктылардың бәрі желінбей қалды сол жерде. Барлығымыз бір пакеттен апарғанбыз. 9 адам, жоқ 10 адам апарып, 10 пакет сол жерде қалып қойды. Бүгінгі подкастқа қатысушы симфония тобына көптен көп алғысымды білдіремін. Өте қызықты подкаст болды. Алдағы уақытта үлкен жеңіс, шығармашылық табыс тілеймін. Бай!